Қайырлы күн баршаңызға. Мерекелік дастарханға арналған кәдіден дәмді рулетиктер дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен 2 кәдіні жуып, осылай біріншісін кесіп алып тастап, қалғандарын осылай жұқа бір келкі қылып кесіп аламыз. Екіншісінде дәл осылай кесіп дайындап аламыз. Бұдан бөлек бізге 2 жұмыртқа, панировочный сухари және оның қажет болады. Жұмыртқамызға тұз салып, жақсылап араластырып дайындап аламыз. Кәдіні тұздамаймыз, бірден ұнға аунатамыз, жұмыртқаға матырамыз және панировочный сухаримызға аунатып аламыз. Осылай қалғандарын да дайындап аламыз. Бірінші ұнға, екінші жұмыртқаға, артынан панировочный сухариға аунатамыз. Қалғандарында дәл солай дайындап аламыз. Табамызға сумай құйып қыздырып, кәділерімізді орташа отта 2 жағын аударып пісіреміз. Жақсылап сорғытып, қағаз майлыққа түсіріп аламыз. Артық майлары сіңіп кетеді. Қалған кәділерімізді дәл видеодағыдай қуырып дайындаймыз. Салмамыз дайындаймыз. 250 грамм творожный сырға жарты бума аскөгімізді, яғни укропымызды жуып ұсақтап турап қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Қаласаңыздар, творожный сырға лимон шырынын қоссаңыздар болады. Мен қоспай, бірден осылай араластырдым. Салқындаған кәдімізге жақсылап бір келкі қылып жағып шығамыз. Бірден осылай ораймыз. Келесілеріне де тура осылай бір келкі қылып, жұқалап, жайып дайындаймыз. Кәдіден жасалған рулетиктердің жартысының ортасына осындай аскөктен әдемілік үшін салып, орадым. Қалғандарына бетіне моцарелла ірімшігін қойып, шанышқымен түйреп шықтым. Өздеріңіздің фантазияларыңызға қарай неше түрлі қылып әдемілеп жасай берсеңіздер болады. Қалай жасасаңыздар да өте дәмді болып шығады. Менің арнамда бұдан да басқа өте дәмді болып шығатын тіске басарлардың рецептері бар. Кіріп көрсеңіздер болады. Арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыздар. Сау болыңыздар.